Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін аяқ-қолдың ұюын үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдың ұюы жүйке жүйесі мен қан тамырларының дұрыс жұмыс істемегенінен орын алады. Қолдың ұюы көбінесе компьютерде отырып, тышқанмен жұмыс істегеннен болады екен. Сонымен қатар, мойын омыртқасына тұз жиналғаннан да қолыңыз құрсады. Мұндай кезде міндетті түрде дәрігердің қабылдауында болғаныңыз жөн. Өйткені омыртқа дұрыс істемесе, мидағы қан айналу жүйесі бұзылып, соңында инсультке әкелуі мүмкін. Аяқ-қолдың ұюын халық емімен емдеуге болады. Ол үшін бізге 3 дана тұздалған қиярды текше етіп турайсыз. 3 дана ащы қызыл бұрышты жақсылап ұнтақтап, жарты литр араққа саласыз. Оған туралған қиярды да салып, бетін жауып қараңғы жерге қойыңыз. 7 күннен соң сүзіп алып, осы сұйықтықпен қолыңызды сүртіңіз. Тағы да бір тәсіл, асқабақты қабығымен ашып, ботқа болғанша пісіріңіз. Әбден езілген асқабақты иығыңыздан бастап қолыңызға жағыңыз. Сосын жылы орамалмен орап қойыңыз. Ботқаны жылы күйінде жағасыз. Сонымен қатар 1 литр араққа 1 ас қасық тас тұзын, 15 грамм 10% мүсәтір спиртін және 10 грамм камфор спирт қосыңыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қоспаны аяқ-қолыңызға жағыңыз. Аяқ-қолдың ұюына қара бұрыш та көмек береді. Ол үшін 100 грамм қара бұрышқа 1 литр өсімдік майын құйып, баяу отқа қойыңыз. Тоқтаусыз араластырып, жарты сағат қайнатыңыз. Майды оттан алып салқындатыңыз. Күніне бірнеше рет майды қолыңызға жағасыз. Тағы да бір әдіс, 3 литр сары суға 3 стакан талқандалған сарымсақ пен 1 стакан қант ұнтағын салыңыз. Оған 1 шай қасық қаймақ салып, 2 айға бетін жауып қойыңыз. Күн түспейтін жерге қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң ашыған қоспаны жақсылап араластырып, 50 мл-ден ішесіз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.